Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы жақында президенттер портреті деген жаңа айдар ашқанын хабарлаған болатынбыз. Жаңа айдардың материалдары жаңаша леппен бастау алып жатыр. Айдарды портал Беларусь президенті Александр Лукашенконың болмыс бітімін ашып көрсетуге арнаған еді. Ал бұл жолы назар Қырғызстан президенті Садыр Жапаровқа түскен екен. Садыр Жапаров жас іскер президент болып тұр. Елін қылмыс әлемінен тазартуға, халықпен тіл табысуға, елдің ырысын арттыруға бет алғаны әп дегеннен ақ байқалған. Осы бағытпен келеді. Жалпы қырғыздарға ондаған жылдан бері президент құтаймай келе жатқанын бүкіл әлем біледі. Осы жолғы осы президент өзгеше сияқты. Мүмкін билікте ұзағырақ отырар. Кеш жарық ағайын. Бұл неге олай бағдарламасы? Мақала бүлікшіден президентке дейін деген тақырыппен ашылып, онда Садыр Жапаровтың болмысы мен қызметі жайлы баяндалады. Президенттің портреті нақпанақ суреттеліп берілген. Қырғыз президенті Садыр Жапаров қатал әрі турашыл басшы ретінде соңғы кездері ел назарына жиі ілігіп жүр. Өйткені шалыс басқан туыстарын аяп жатқан жоқ. Дереу абақтыға тоғытып жатыр. Жақында немере інісі Улан Жапаровқа алаяқ деген айып тағылып қамауға алынды. Ол бұған дейін де кедендегі жемқорлық схемасы үшін жазасын алып, үй қамақта отырып шыққанды. Болашақ күйеу баласы Автандил Сабырбеков те қазір түрмеде. Одан ірі көлемде есірткі табылды. Қырғыз заңы бойынша ол 12-15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы ықтимал. Жапаров жақындарының жаман аты шыққан үшін қырғыз халқынан иіліп кешірім сұрауға мәжбүр болды. Азаматтық қоғамы күшті Қырғызстанда басқаша болуы мүмкін де емес. Жалғанды жалпағын басамын дейтін билеуші Алатаудың күнгейіндегі елді ұзақ тұрақтамайды. Айыр қалпақты ағайын бұған жол бермейтіні анық. Оған Қырғыздың соңғы 30 жылдық тарихы дәлел. Бәрі Жапаровтың көз алдында өтті. Ертең судың да сұрау боларын ол көңілге мықтап түйген. Садыр Жапаров саясатқа кеше келген адам емес. Қилы замандарды артқа қалдырды. Сан мәрте қудаланды. Шетелге қашуға мәжбүр болды. Оған тағылмаған айыпты аз емес. 11 жылға сотталғанымен көп ұзамай түрмеден шыға салып премьер-министр болған адамдар тарихтан екен саяқ болар. Бір сөзбен айтқанда Садыр Жапаровтың өмірі негізінде көрерменді экранға таңып қоятын шытырман оқиғалы фильм түсіруге де болады. Оқ пен оттан үрікпейтін адам болмаса, әу дегеннен ат айылын тартатын қырғыз елін басқаруда оңай шаруа емес. Садыр Жапаров 2005 жылдан бастап саяси өмірге араласты. Келечек оппозициялық фракциясының жетекшісі ретінде Жогорку кеңештің депутаты болып сайланды. Көп ұзамай Қырғызстанда жаппай наразылық шерулері басталып, оның соңы қызғалдақ төңкерісіне ұласты. Жапаров Құрманбек Бәкиев бастаған Қырғызстанның халықтық қозғалысының жақтаушысы болды. Бәкиев билікке келгенде оның тасы өрге домалай бастады. Бірқатар маңызды лауазымды қызмет атқарды, тіпті президенттің кеңесшісі де болды. 2010 жылы Бәкиевтің өзі тақтан тайды. Төңкеріспен кетті де шетелде бас сауғалауға мәжбүр болды. Жапаровты Ош және Жалалабадта өзбектер мен қырғыздар арасында ұлтаралық қақтығыс кезінде қырғыз ұлтшылдарын қолдады деп айыптаушылар бар. Бірақ оның өзі мұнымен келіспейді. Қақтығысқа жол бермеуге ұмтылғанын алға тартады. Сол жылы қараша айында Жапаров Жогорку кеңешке қайтадан депутат болып сайланды. Бұл жолы Қамшыбек Тәшиев басқаратын Атажұрт партиясының тізімі арқылы өтті. Тәшиев пен достығы Жапаровтың тағдырына, мансабына көп әсер еткені анық. Жапаров 2012 жылы Құмтөр алтын кенішін мемлекет меншігіне қайтару туралы бастама көтереді. Оны игерген компанияның экологиялық талаптарды бұзып жатқанын, жемқорлыққа жол бергенін айтып айыптайды. Бұл қырғыздардың арасында беделінің артуына сеп болды. Бірақ сол кездегі билік өкілдеріне ұнамағаны байқалды. Артынша Жапаровтың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бішкектегі бір ғимаратты заңсыз жекешелендірді, алаяқтық жасады деп айып тағылады. Десе де оның кінәсі дәлелденбеді. 2012 жылдың қазан айында Садыр Жапаров пен
Камшыбек Тәшиев Құмтөрді мемлекет меншігіне алуды қолдаған митинг өткізді. Бірақ оның арты лаңға айналды. Шерушілер президент және парламент жұмыс істейтін Ақ үйге басып кіріп, полиция, ОМОН және мемлекеттік күзет сарбаздарымен қақтығысты. Митинг ұйымдастырған екеу Жапаров пен Камшыбек Тәшиев ұсталып, билікті күшпен басып алмақ болды деген айып тағылады. Бішкектің аудандық соты Жапаровты 1,5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарады. Ол өзін саяси тұтқын деп жариялайды. Халықаралық ұйымдар, бірқатар саясаткерлер, бұқаралық ақпарат құралдары да оны саяси тұтқын деп таниды. Көп ұзамай Бішкек қалалық соты оларды ақтап сот залынан бостандыққа жібереді. 2013 жылы Құмтөрге қатысты митинг пен шерулер легі күшейді. Шерушілер Құмтөрдің электр сымдарын кесіп тастады. Тіпті толқу кезінде үкіметтің өкілі Емілбек Қаптағаевты кепілге алып, көлігін өртеп жібереді. Билік бұл оқиғаның артында Садыр Жапаров пен Қуанышбек Қадыров тұрғанын айтып, кінәлілерді қамауға алмаққа әрекеттенеді. Жапаров өзінің бұл оқиғаға қатысы жоқ екенін мәлімдеп, шетелге бас сауғалауға мәжбүр болды. Ол Польшада 4 жыл тұрды. Десе де 2017 жылы еліне оралуға оқталады. Қазақ-қырғыз шекарасында тұтқындалып, жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырғаны, билік өкілін кепілге алған үшін айыпталып, қырғыздың арнайы қызметінің абақтысына жеткізілді. Ақырында сот оны 11 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарады. 2020 жылы 5 қазанда Қырғызстанда парламент сайлауының нәтижесіне қарсы наразылық акциялары басталды. 6 қазанда Камшыбек Тәшиев бастаған шерулер Садыр Жапаровты түрмеден босатып алып, Бішкектің орталық алаңына әкелді. Кешкісін Достық қонақ үйінде Жапаровты премьер-министр етіп тағайындады. 2020 жылдың қазан айынан бастап Камшыбек Тәшиев Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Ал 2021 жылы қаңтар айында оның үзеңгілесі Жапаров президент сайлауына қатысып 79,2% дауыспен жеңіске жетті. Ары қарай мақала Садыр Жапаровтың өңір үшін жақсы қадамдарды жүзеге асырып жатқанын атап көрсеткен. Мысалы, ел ішіндегі наразылыққа қарамастан Өзбекстанмен шекара мәселесін реттеді. Тәжік-қырғыз шекара дауын, одан туған қақтығыстарды салқын қандылықпен шешуге ұмтылды. Қазақстанмен арадағы салқындықты реттеуге күш жұмсады. Қазақ елі қарғын судан зардап шеккенде алғашқылардың бірі болып көмек қолын созды. Материал қырғыз халқы аумалы төкпелі кезеңнің мехнатын аз тартпады. Саяси тұрақсыздық елді қажытқанында рас. Осы шаршау Садыр Жапаров секілді тұлғаны билікке әкелген сыңайлы деп түйінделген. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.